айтып жатырмыз ғой, мынау Рамазанда жалпы шайтандар кісенделетін ай деп жалпы айтып жатамыз. Жындар кісенделу болса да кейбір адамдар бір күнә жасауын тоқтатпайды, бір жұртқа бір қайырсыз тірліктерін жасап жүреді. Ол адамның ішкі нәпсісінде бұл нәрсе. Ол кісенделмейді. Шайтандардың үлкендері, сыртқы шайтандар кісенделгенмен, ішкі шайтандар кісенделмейді. Ал адам негізі сол нәпсісімен күреседі. Өмір негізі күресуден тұрады. Осы күресу арқылы ол шайтанды, мысалы, бір ислам ішінде де бір ағымдар бар негізі мынандай. Нәпсіні өлтіріп тастау керек дейді деген сөз бар. Нәпсіні өлтіре алмайды. Өйткені Құранда Алла тағала нәпси мусауаха, нәпсінің Алла тағала осы туралы ант беріп тұрғаны бар. Нәпсін тәрбиелейді. Оны өлтіру деген нәрсе емес. Сондықтан да бұл қателесіп кетпеу керек. Сондықтан дін деген дұрыс түсінсең қасиетің, дінді дұрыс түсінбесең қасиетің деген бір сөз бар. Дінді дұрыс түсіну керек біріншіден. Сондықтан шайтандар кісенделеді, анау неге кісенделеді, неге арақ ішіп жүр деп айтуға біздің құқымыз жоқ. Біздің дінімізде ад-дину ан-насиха, біздің дінімізде тек қана насихат бар, зорлық жоқ. Зорлық жоқ. Біз тек қана насихат айтамыз. Соны қабылдаймыз өз еркісі, қабылдамаймыз өз еркі. Ішкі дүниесіне біз араласпаймыз. Сондықтан ол шайтанның, үлкен шайтандар байланатындан пайғамбарымыз, үлкен шайтандардың бұл мағына хадисті сөйтіп түсінеміз.